Өнеркәсіптік электроника 7-ші дәріс. Тақырыбы: ган диоды, зенер диоды, шотки диоды, туннелдік диодтар, варикаптар. Дәрістің мақсаты: арнайы жартылай өткізгіш диодтардың ган диоды, зенер диоды, шотки диоды, туннелдік диодтар, варикап құрылымы, жұмыс істеу принципі және қолдану салаларымен танысу. Ган диоды. Ган диоды бұл ерекше жартылай өткізгіш құрылғы. Оның басты ерекшелігі ПН ауысу болмауы. Ган диодының жұмыс істеу механизмі кәдімгі ПН диодтардан өзгеше. Ол негативті дифференциалды өткізгіштік құбылысына негізделген және аса жоғары жиілікті сигналдарын генерациялай алады. Бұл эффект 1963 жылы Ган атты физиктің атымен аталған. Ол галлий арсенид сияқты кейбір жартылай өткізгіш материалдарда ерекше тоқ кернеу сипаттамасын байқап, оны ғылыми түрде дәлелдеген. Ган диоды әдетте келесі материалдардан жасалады: галлий арсениді, индий фосфиді, кадмий теллуриді. Бұл құрылғы жиі N типті жартылай өткізгіштің бірнеше қабаттарынан тұрады. Оның ішінде ешқандай ПН ауысу болмаса да, жоғары жиіліктегі тербелістерді өздігінен туғыза алады. Жұмыс принципіне келсек, ган диодының жұмысы ган эффектісіне негізделген. Бұл эффект электрондардың жоғарғы энергия деңгейлеріне көшу арқылы жұмыс жасайды. Нақтырақ айтсақ, диодқа кернеу берілгенде электрондар қозғала бастайды. Белгілі бір кернеу шегінен кейін материалдардың ішіндегі электрондар жоғарғы энергия деңгейіне секіреді. Яғни жылдамдығы төмен, бірақ массасы үлкен энергетикалық деңгейге өтеді. Бұл кезде тоқтың өсуі баяулап, тіпті төмендейді. Бұл теріс дифференциалды кедергісі құбылысы деп аталады. Осындай жағдайда диод ішінде тербелістер пайда болады, яғни аса жоғары жиілік сигналдар генерацияланады. Техникалық тұрғыда теріс дифференциалды кедергі аймағында ган диод генератор ретінде жұмыс істей алады. Генерация жиілігі диодтардың геометриясына, материал түріне және берілуге кернеуге тәуелді болады. Вольт-амперлік сипаттамасы. Ган диодының сипаттамасы қарапайым диодтардан өзгеше. Тоқ алдымен өседі, бірақ белгілі бір кернеуден кейін керісінше азаяды. Бұл теріс кедергі аймағы. Бұл қасиет оны генератор немесе осциллятор ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Қолданылуы. Ган диодының басты артықшылығы олардың аса жоғары жиілікті диапазонда жұмыс істей алуы. Олар келесі салаларда кеңінен қолданылады: радар жүйелерінде, көлік құрылғыларының жылдамдығын анықтау, әскери және әуежайлы радар жүйесінде, сымсыз байланыс құрылғыларда, аса жоғары жиілікті генератор ретінде, қысқа қашықтықтағы сымсыз тарату құрылғыларында, мысалы қозғалыс детекторларында. Үшінші, осциллятор мен генераторлар жоғары жиілікті сигнал көздері ретінде, арнайы лабораториялық өлшеу құралғыларында. Төртінші, ғылыми зерттеу саласы, жоғары жиілікті физикалық зерттеулерде, мысалы плазма физикасында. Артықшылықтары: қарапайым құрылым, ПН ауысуы жоқ, жоғары жиілікте жұмыс істей алады, компакт және арзан. Кемшіліктері: салыстырмалы түрде төмен тиімділік, температураға сезімтал, тек белгілі материалдармен жұмыс істейді. Зенер диоды. Зенер диоды немесе стабилитрон. Бұл кері бағытта қосылған кезде кернеуді тұрақты ұстап тұруға арналған ПН ауысуы бар жартылай өткізгіш құрылғы. Ол белгілі бір кері кернеу деңгейінен кейін кернеудің өзгеруіне тәуелсіз тұрақты кернеу береді. Бұл қасиет оны кернеу тұрақтандырғыш ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Аты америкалық физик Зенердің атымен байланысты. Ол бұл құбылысты алғаш рет теориялық тұрғыда сипаттаған. Жұмыс принципі. Зенер диоды кері кернеу берілгенде жұмыс істейді. Яғни анод теріс, ал катод оң потенциалда болады.
Жұмыс барысы. Кері кернеу артқанда бастапқыда диод тоқ өткізбейді. Белгілі бір кернеу деңгейіне жеткенде диод тосқауыл аймағын бұзады. Осы сәтте тоқ күрт артады, бірақ кернеу тұрақты болып қалады. Бұл кернеу зенер әсері немесе лавиналық бұзылу нәтижесінде ұсталады. Екі негізгі эффект. Зенер эффектісі төменгі кернеуде пн ауысу арқылы туннель эффектісімен жүзеге асады. Лавиналық эффект жоғары кернеуде еркін электрондар басқа атомдарда иондап тоқ арттырады. Техникалық тұрғыда стабилитрон жалпы атауы, ал зенер диоды нақты 5 вольттан төмен кернеулерге арналған түрі. Вольт амперлік сипаттамасы. Тік бағытта кәдімгі диод сияқты жұмыс істейді. 0,7 вольт шамасында тоқ өтеді. Кері бағытта зенер кернеуіне дейін тоқ өтпейді, ал одан кейін кернеу тұрақтанып тоқ өседі. Қолданылуы. Зенер диодтары кернеуді тұрақтандыру мен қорғау мақсатында кең қолданылады. Кернеу тұрақтандырғышы электрондық құрылғыларға берілетін кернеуді бір деңгейге ұстау үшін тұрақсыз қуат көздерінен құрылғыларды қорғау. Қуат көздерінде тұрақты 5, 9 немесе 12 вольт қажет болған схемаларда, мысалы микроконтроллерге арналған қорек көзі. Қорғаныс элементі ретінде жүйеге берілетін кернеу тым жоғары болған жағдайда артық тоқты өткізіп, құрылғыны күйдіріп кетуден қорғайды. Аптрон немесе компаратор схемаларында шекті кернеуді анықтайтын белгілі беру элементі ретінде қолданылады. Артықшылықтары. Қарапайым және арзан, сенімді және ұзақ қызмет етеді. Кішкентай өлшемде тиімді жұмыс атқарады. Кемшіліктері. Тек белгілі бір диапазонда кернеуді ұстап тұра алады. Жоғары тоқтарда және температурада қызып кетуі мүмкін. Тиімділігі төмен, қуаттың бір бөлігі жылу ретінде шығындалады. Келесі диод ол шотки диоды. Шотки диоды бұл кәдімгі диодтардан өзгеше материал мен типті жартылай өткізгіш арасындағы шекарада құрылған құрылғы. Ол өзінің өте төмен кернеу түсуімен және өте жылдам қалпына келу уақытымен ерекшеленеді. Ол шотки тосқауыл деп аталатын физикалық құбылысқа негізделген және жоғары жиілікті электрондық құрылғыларда кеңінен қолданылады. Аты неміс физигі шоткидің атымен байланысты. Құрылымы. Кәдімгі НП ауысу орнына металл N типті жартылай өткізгіш арасындағы шотки тосқауылы түзіледі. Бұл тосқауыл электрондардың өткізу зонасынан тосқауыл арқылы өту процесі, ол туннельдік емес, бірақ өте аз энергия жұмсайтын процесс. Негізгі сипаттамалары. Тікелей кернеу түсу шамамен 0,2-0,4 вольт кәдімгі кремний диодтарында. Қалпына келу уақыты өте қысқа, сондықтан импульстік және жоғары жиілікті сигналдарды өңдеуде тиімді. Тік бағытта өткізгіш жақсы, ал кері тоқ сәл жоғары болады. Бұл минус болуы мүмкін. Вольт амперлік сипаттамасы. Тік бағытта аз кернеуде тоқ тез артады, кері бағытта тоқ өте аз, бірақ кәдімгі диодпен салыстырғанда кері тоқ сәл жоғары болуы мүмкін. Тосқауыл биіктігі мен материал типіне байланысты сипаттама өзгеруі мүмкін. Қолданылуы. Импульсті қуат көздерінде жоғары жиілікті кернеу түзету үшін, өйткені олардың қалпына келу уақыты өте аз. Жоғары жиіліктегі импульстар кезінде диодтың тез өшуі мен қосылуы аса маңызды. Түзеткіш схемаларда айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіретін схемада төмен кернеу түсу нәтижесінде қуат жоғарылауы азаяды. Ұялы телефон зарядқыштарында дербес қуат көздерінде. Логикалық схемаларда
ттл логикасында жылдам кілт ретінде, өйткені олардың қалпына келу уақыты қысқа. Қуатты қорғау схемаларында кері кернеу мен артық тоқтан электронды компоненттер қорғау үшін. Келесі туннелдік диодтар. Туннел диод күшті регирленген, өте жұқа пиен ауысуына ие жартылай өткізгіш құрылғы. Оның ерекшелігі кванттық туннелдену құбылысына негізделген ток өткізгіштігі. Бұл диод стандартты пиен диодтарынан ерекшеленеді, себебі оның жұмысында теріс дифференциалды кедергі аймағы байқалады. Яғни белгілі бір кернеу диапазонында кернеу артқан сайын ток кемейді. Жұмыс принципі. Квантты туннелдену құбылысы. Классикалық физикада электрон тосқауылы жеңе алмайды, бірақ кванттық механикада электрон тосқауылы тесіп өтіп кетуі мүмкін. Бұл туннелдену эффектісі. Туннелдік диодта П және N аймақтары өте жұқа, әрі күшті регирленген, сондықтан туннелдену ықтималдығы жоғары болады. Вольт-амперлік сипаттамасы. Кішкентай кернеу берілгенде туннелдену күшейіп, ток тез артады. Кернеу өскен сайын энергетикалық зоналардың сәйкес келуі жойылып, ток қайта төмендейді. Бұл теріс кедергі аймағы. Бұдан әрі кернеу артқанда кәдімгі диод сияқты ток қайтап өседі. Қолданылуы. Аса жоғары жиілікті генераторлар, туннелдік диодтардың жылдам әрекет етуі және теріс кедергі аймағы аса жоғары жиілікті генераторлар жасауға мүмкіндік береді. Сигналдарды миллиардтаған герц жиілікпен генерациялау үшін қолданылады. Екінші, жоғары жылдамдықты күшейткіштер. Төмен кідіріс уақыты бар, сондықтан радио, радар, байланыс құрылғыларында күшейткіш ретінде пайдаланылады. Үшінші, ауыстырғыштар. Логикалық элементтерде жылдам қосып өшу қабілеті жоғары. Сақиналы осцилляторлар мен релаксациялық генераторларда пайдаланылады. Келесі варикап. Варикап диоды. Варикап бұл арнайы мақсатта арналған диод. Оның пиен ауысуының сыйымдылығы кері кернеуге тәуелді өзгереді. Ол электрондық схемада айнымалы сыйымдылықты элемент ретінде қолданылады. Жұмыс принципі. Кері кернеу мен сыйымдылық. Варикапқа кері кернеу берген кезде пиен ауысудың кеңділігі артады. Ауысу аймағы кеңейген сайын сыйымдылық азаяды, өйткені ол аймақ диэлектрик сияқты әрекет етеді. Айнымалы конденсатор ретіндегі роль. Варикап жоғары жиілікті резонанстық тізбектерде, мысалы LS контурында, конденсатордың орнына қолданылады. Кернеуді өзгерту арқылы жиілікті баптауға болады. Сыйымдылық пен кернеудің арасындағы байланыс қисығы. Бұл байланыс кері экспоненциалды сипаттама болады. Типтік жұмыс диапазоны бірнеше пикофарадтан ондаған пикофарадқа дейін. Қолданылуы. Радио қабылдағыштар мен радио таратқыштар жиілікті баптау үшін қолданылады. Радио мен теледидар тюнерлерінде автоматты жиілік баптау жүйелерінде қолданылады. Фазалық модуляторлар. Варикап арқылы фазаны басқару, мысалы фазалық жиіліктің модуляциясында қолданылады. Үшінші, фазалық детекторлар мен жиілік детекторлар. Жиілік өзгерісін сыйымдылығын өзгерісі арқылы анықтайтын тізбектерде. Төртінші, жиілік синтезаторлар. PLL фазалық ілеспе жүйелері құрылғыларында варикап негізінде элементтердің бірі. Бесінші, автоматты реттеу құрылғылары. Варикаптар кернеу арқылы резонанстық жиілікті реттеуге мүмкіндік береді. Бұл олардың автоматтандырылған радио құрылғыда кеңінен қолдануға себепші етеді. Қысқаша салыстыру. Диодтардың түрлері: ган диоды, ерекшелігі, микротолқынды тербеліс генераторлы, қолданылуы, радар, байланыс. Зенер диоды, ерекшелігі, кері кернеуде тұрақтылық, қолданылуы, тұрақтандырғыш.
Шоткей диоды жылдам, аз кернеуде ашылады, қолданылу импульстық схемаларда. Туннелдік диод ерекшелігі теріс кедергі туннель эффектісі, қолданылуы генератор күшейткіш. Варикаптар ерекшелігі айнымалы сыйымдылық, қолданылуы радиоэлектроника жиілік реттеу. Қорытынды. Электроникада арнайы диодтар әртүрлі функцияларды атқаратын маңызды элементтер. Бұл лекцияда қарастырылған ган диоды аса жоғары жиілікті сигналдарды генерациялау үшін қолданылады. Зенер диоды кернеуді тұрақтандыру үшін. Шоткей диоды жоғары жиілікті және жылдам тізбектер үшін. Туннелдік диод теріс кедергі арқылы күшейту мен генерациялау үшін. Варикап жиілікті баптау мен басқаруда қолданылады. Олардың әрқайсысы құрылымдық жағынан ерекше және нақты қолдану саласына бейімделген. Бұл элементтер заманауи радиоэлектроника мен автоматика жүйелерінің негізгі құрамдас бөліктері.